Баршаңызға сәлем. Өзім ылғи қатпарлы самсаға арналған қатпарлы қамырдың рецептімен бөлісемін. Алдымен жылы суымызға тұз, жұмыртқа қосып, жақсылап араластырып аламыз. Дәл сол массаға ұнымызды аз-аздан қосып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Кейін қалған ұнымызды қосып, жұмсақ та емес, қатты да емес, орташа қылып қамырымызды илеп аламыз. Жақсылап илеп алған қамырымызды ыдысымызға салып, бетін жауып 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Тынып болған қамырымызды теңдей екі бөлікке бөліп, тағы да 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Тынған қамырларымызды кезекпен кезек шұға етіп жайып аламыз. Бұл бірінші жайған қамырымыз. Үстіне ерітілген сары майымызды құйып, жақсылап жағып шығамыз. Кейін екінші қамырымызды дәл солай шұға етіп жайып, бетіне сары майымызды ерітіп, үстіне жағып аламыз. Жақсылап май жағып алғаннан кейін рулет қылып нығыздап, жақсылап орап аламыз. Рулет қылып ораған қамырымызды дәл видеодағыдай орап аламыз. Бір-екі сағатқа мұздатқышқа салып, қамырымызды қатырып аламыз. Салмаңызды дайындап алғаннан кейін қолдана берсеңіз болады. Менімен болғандарыңызға рахмет. Каналға тіркелеміз.